Салт дәстүр дегеніміз атадан балаға жалғасып отыратын тұрмыстық, әлеуметтік ұстанымдар. Ешбір заңда, ешбір кодексте жазба түрінде көрсетілмегенімен, халық оларды бұлжытпай орындауға тырысады. Өйткені кез келген адам үшін дәстүрлік тәлімдердің пайдалы жақтары өте көп. Дәстүр адамдардың іс-әрекеттерін, өмірлік көзқарастарын, рухани болмыстарын реттеу мәселесінде негізгі рөл атқарып, тәрбие негізін қалауға көмектеседі. Негізінен салт дәстүрге әдет-ғұрыптың өткен кезеңдерден қалған оның озық түрлері, ырым-жоралары, кәде рәсімдері кіреді. Кез келген дәстүр белгілі бір заманда өзінің өмір сүру заңдылығына толық ие болғаннан кейін ғана әрмен қарай жалғасын тауып келер қоғамнан тұрақты орын алады. Демек, біздің қазіргі қоғамда қолданылып жүрген қазақтың әдет-ғұрыптары мәңгілік өмір сүру құқығын алған салт дәстүрлер деп айтуға толық негіз бар. Қазақ халқының салт дәстүрлері ата-бабаларымыздың тіршілік кәсібіне, наным-сеніміне, дүние танымына орай туындап отырған. Оларды қоғамдағы атқаратын қызметіне қарай отбасылық және қауымдық әлеуметтік дәстүрлер деп үлкен екі топқа бөлуге болады. Осындағы отбасылық дәстүрлерге баланың дүниеге келуі, ер жетуі, тәрбиесі, келін түсіру, қыз ұзату, өлім-жітім мәселесі жатады. Ал қоғамдық әлеуметтік дәстүрлерге бүкіл ауыл болып өткізетін әдет-ғұрыптарды жатқызуға болады. Мысалы, Наурыз мерекесі, діни мейрамдар, ас беру, бәйге ұйымдастыру, тағы басқа. Сондай-ақ қазақтың тұрмыс тіршілігіне, ата кәсібіне байланысты әдет-ғұрыптар қаншама. Негізінен қазақ салт дәстүрлерін отбасылық және қауымдық әлеуметтік деп бөлу шартты түрде ғана. Себебі отбасылық дәстүрлер мен қауымдық әлеуметтік жоралғылар көбіне өзара астасып, араласып жатады. Көп жағдайда отбасылық дәстүрлер кейде қоғамдық, қауымдық сипат алады. Ал керісінше, бүкіл қауым атқаратын дәстүрлер әр отбасында көрініс табады. Бала тәрбиесіне, жалпы адам тәрбиесіне терең мән беріп, оның сәтті қағидалары мен ережелерін жасағандардың бірі қазақ халқы. Оның тәрбие тәсілдері мен тәжірибелері өте көп. Ұлттың тәрбие ісіндегі сәбилік кезден ес біліп ер жеткенге дейінгі салт дәстүр, әдет-ғұрып үлгілері мен өнегелері баланың өсу жолымен беріліп отырады.